Жалынды сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода біз осы 24-ші жылы UFC-да жаңа чемпиондардың пайда болуын, осы тир-лист рейтингі мен ықтималдықтарын болжап көрейік. Жоғары тұрса чемпион болу ықтималдығы ең жоғары деген сөз. Көп созбай бастайық. Хамзат Чимаев. Бұл жарқын UFC жұлдызы орта салмақта өзін жақсы көрсетіп жүр. Ол бір ретте ешкімге жеңілмеген. Соңғы жекпе-жегі Камару Усманға болған. Ол жерде ол бірінші раундты керемет өткізіп, бірақ соңғы раундтарға күші аз қалатынын байқалды. Біз оны UFC-де 5 раундты жекпе-жекте көрмедік. Сондықтан да оны бұл рейтингіде қатты жоғары қоя алмаймыз. Бірақ бір жағынан орта салмақта жақсы күресетін оппозиция Чимаевқа жоқ десе болады. Шон Стрикленд, Адесanya, Дюплеси болсын, барлығы жақсы ударниктер. Ал ондайларға Чимаев жақсы. Бірінші раундтарда жеңе алатынын білеміз. Сондықтан да А рангына қоямыз. Шавкат Рахмонов. Бұл біздің батыр, рейтингіде өз салмағында 3-ші орында тұр. Ол дегеніміз келесі немесе екінші кездесуі чемпиондық поясқа болуы керек. Дана Уайттың айтуы бойынша қазіргі чемпион Леон Эдвардс пен рейтингідегі жоғары тұрған Мухаммед Белалдың жекпе-жегін жасағысы келмейді, себебі ол ешкімге қызықты емес. Ал Шавкаттың рейтингіндегі жоғары тұрған Усман сонша рет жеңілген соң пояс туралы ойлауы әлі ерте. Сонда ең жақсы сценарий ол ешқашан жеңілмеген Шавкат пен чемпионның жекпе-жегі. Стиль жағынан Рахмоновта чемпион болуға бүкіл навыктары бар. Ол стойкада, күресте де өте үлкен деңгей көрсетеді. Ең бастысы дайындық лагерді травмасы жақсы өткізуі деп ойлаймын. Сол үшін ең жоғары деңгейде S рангына қоямыз. Мераб. Грузин спортшысы Шон О'Мейлидің салмағында қарсыласады. Оның күресі дивизионда ең мықты десе болады. Петр Янға жекпе-жегінде нағыз кардиомашина екенін көрсетіп, жеңіске жетті. Оны чемпиондық титулдан тек оның бұрынғы чемпион Стерлингпен достығы ұстап тұрған. Енді чемпион Шон болғандықтан ол өзін 100%-ға көрсете алады. Бірақ оның алдында Шон да Мераб та бір-бір жекпе-жектен жеңіп алу керек. Сонымен Мерабтың 24-ші жылы чемпион болу ықтималдығы өте жоғары деп ойлаймын. А рангына қояйық. Ал келесі ол Том Аспинал. Бұл ауыр салмақтағы балуан басқаларға қарағанда уже уақытша титулы бар. Сондықтан да нағыз чемпионмен біріктіретін жекпе-жегі 100% болу керек. Қазіргі чемпион Джон Джонс. Бірақ оның ауыр травмасы оны бір жылға дейін спорттан шығарып тастауы мүмкін. Олай болып жатса да, ол Стипе Миочичпен кездеседі. Шыны керек, мен Аспинал туралы тегінен ғана таныдым. Бірақ оның өте қауіпті оппонентті керемет жеңгені барлығын таңғалдырды. Миочич болсын, Джон Джонс болсын, әсіресе травмадан кейін оларды оңай болмаса да жеңеді деп ойлаймын. Жасы да жас, және де бұндай универсалды байстерді жаңа чемпиондар поколениясы деп бекер айтпайды. Сондықтан да оны S рангына қоямыз. Сіздердің лайктарыңыз бен комментарияларыңыз осындай қысқаша қызықты видеоларды қазақ тілінде түсіруге шабыттандырады. Сондықтан да барлығыңызға рахмет және де сәттілік.